Қыздар, бүгін картофельді рулетті пицца стилінде дайындайтын боламыз. Өте тойымды болып шығады. Ең алдымен піскен картоптың үстіне майонез және де кетчуп, тұзды қосып, жақсылап езіп, картофельді пюре жасап аламыз. Қамырымызды жақсылап оқтаумен жайып аламыз. Қамырға керектінің барлығын төменге жазып кететін боламын. Келесіде қамырымызды жайып, үстіне картофельді пюремізді салып, қалауынша шұжықты қоссаңыз болады. Осылай рулет тәрізді орап шығамыз. Әр оралған нанымызды кескен сайын астын қолдарыңызбен осылай жабыстырып отырасыздар. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоясыздар. Әр пештің қызуы әртүрлі, сондықтан пешіміздің қызуын бақылап отырамыз. Пергамент қағазын табамызға төсеп, пиццаларымызды пешке пісіруге жібереміз. Пиццамыздың пісуіне аз қалған кезінде осылай сырды үгіткіштен өткізіп, әр пиццамыздың үстіне салып шығамыз. Пешке қайтадан пиццамызды салып, аяғына дейін піскенше күтеміз. Мінекей қыздар, біздің пиццамыз өте дәмді болып шықты, және де өте тойымды болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, менің парақшамнан осындай жеңіл рецепттер таба аласыздар. Маған тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.